рухымыздың бастауы деп айтуға болады. Мынандай бір күшті сөздерден гөрі былай айту керек. Кеше бір жақсы ой келді. Мен андай бір ресми емес, былай айта салайыншы. Менде жаспын негізі, небары 30-дан. Ораза айтпен бір күшті кісі айтады, бізде бұрындары ораза кезінде адамдар оразаға әрең шыдадық қой дейтін. Мөлейтін не құдай құсы жүрме осыларды. Оразаға әрең шыдадық, міне деп андай темекі тартып қыдырып. Кеше жұма күні. Ораза айт. Еще наурызда. Сосын айтам құдай-ау анау Иваны мен иманы ажырамайтындарға қиын болады деп. Бірақ енді осындай бір күшті мерекеде, күшті көңіл күйде сіздерді осындай күшті жерде көргеніме бек қуаныштымын. Қазмедиа бұл қазақ журналистикасының бүгінде қарашығанын айналып үлгерген құтты мекен. Сондықтан осындай жерде болашақ журналистер шықса, болашақ мықты мамандар болса, бірі журналист ретінде, бірі қонақ ретінде сұхбаттасып, дидарласып жүргендеріңіз риза берсін. Қонақтарға қош келдіңіздер деп айтамыз. Мен барынша уақытты тиімді пайдалану үшін 4 нәрсе айтқым келеді. Мидағы шектеу, үрей, қорқыныш, мүмкіндіктерді пайдалану. 4-ші бейбітшілік деген нәрсе қосып қоя салайын. Не үшін шектеу? Біз өкінішке орай миллениум дейді ма, қазіргі зумерлер емес қой, біздер бұрынғы ұрпақтар непонятный оқыған. Біздерде көптеген шектеулер болады миымызда. Қазіргілерде де ол нәрсе бар. Ұят болады, қолынан келмейді, жасай алмайсың, көршінің баласы, анау демейді, мынау демейді. Осы бір көптеген шектеулердің салдарынан біз максималды мүмкіндіктерді алып, өзіміздің ары қарай дамуымызға көптеген түйгелерге алып келетінбіз. Неге біздің қоғамда бұрындары или 10 жылдықта осы ананың баласы Гарвардқа түсті десе бір таң қалатын жаңалық болып көрінетіндігін. Себебі сол бір ғана бала 1000 баланың ішінен шектеуді бұзып, өзінің мүмкіндігінен асырып, сол жерге бара алған азаматтар. Бүгін MIT-ге оқуға түсті, Гарвардта оқуға, Иллинойста деген нәрсе қалыпты нәрсеге айналып келе жатыр. Бұл біздің қоғамның, қазақ қоғамының бүгінгі таңдағы жастардың миындағы шектеулердің бұзылуының жақсы себебі. Сондықтан да біз қай кезде дами аламыз? Біз жақсы оқу орны, жақсы бір мүмкіндіктерден емес, біз өзіміздің ішкі шектеуімізді бұзған кезде дами аламыз. Сіздердің ешқайсыларыңызға жақсы оқу орны, мен сияқты бір костюм киіп алған ағайлар мен апайлар ақыл айтқаны күшті өтпейсіздер. Білесіздер, маған айтады ғой, тренерлер көбейіп кетті бір мотиваторда. Бизнес тренермін, ақшаға қатысып, ойбай, байғылам, тренинг деген сияқты. Олардың барлығының түбі адамның мына мидағы шектеу мен мүмкіндігін жоққа шығарып итеріп жіберу ғана да. Мысалға сіз Гүлмира менен Сағи деген екі азамат, екеуі де богатый папа, бедный папаны оқиды да. Гүлмира оқып, анадан шабыттанып, ойбай менің қолымнан келеді деп бизнес ашып, Қытайға тауар әкеліп қойды дейді қазір енді. Пинноводы жасап, білмеймін әйтеуір миллион тауып, әйтеуір жаңағыдай 500-600 минусымды күшті жүреді айтады. Осы кітаптың пайдасы тиді деп айтады. Сағи арқасын желкесін қасып қойып, кітапты оқып алып, жауып қояды да, тиктокқа кіреді. Сосын айтады, мына кітап пайдасы жоқ екен дейді. Себебі біріншіден сол адамдардың екеуінің айырмашылығы бірі өзінің миындағы шектеулерді бұзғанның арқасы. Ал екіншісі сол шектеумен қалып қойғанда да, қолынан келмейді, мүмкіндік жоқ. Сылтау дейді ғой бізде қазақта, өлімнен басқа нәрсе сылтау емес дейді ғой. Сол сылтаулардың себебі да. Сіздерге бір нәрсе айтамын, сол Сағи болмаңыздар. Мидағы шектеулерді бұзыңыздар. Сіздерге басқа ештеңе керек жоқ. Ақпарат айдыны, білім, біздің жасанды интеллект, теңіздей терең көптеген мүмкіндіктері бар. Жаңағы айтқан бағдарламалар ешкім ешқандай бір әлеуметтік статусына бұрынғыдай жаңағыдай сұлтанның баласы еді, болыстың баласы еді, байдың баласы еді деген ұғымдар ешқайсысы жоқ. Кез келген адам мына жақтағы шектеуді бұзса, әлемнің кез келген түкпірінде барып, өзінің білімін, жетістігін дәлелдей алады. Сенің ұлтың, нәсілің, тілің, мүмкіндігің, бір аяғы жоқ, бір көзі жоқ, еш шектеу жоқ. Әлемнің кез келген түкпіріне барып, сол мүмкіндікті пайдалануға өзінің қолынан келсе әрқашан шектеулерге мүмкіндік ала бересің. Сондықтан бұл бір барлығымыздың бойда шектеуді құрту. Екінші нәрсе, біз қоғам алдындағы шектеуден ұяламыз. Видеоға түсіп бір звезда болған кейселер көріп тұратын сияқты болып тұрады. Ұят емес па деп, кейде стрёмно ғой деп кәдімгідей тығылып былай. Ал білесіздер ма, не үшін TikTok хауста миллиондар жинайды, неге Инстаграмдағылар әпәй деген еркектер, бейбіттер мысалы беттеп кетіп бара жатады да видеоға, бүгін мен осында келдім деп. Оған стрёмно емес па? Бірақ ол блогер, оның миллиондаған аккаунты бар, ол 70 миллионның машинасын мінеді, 90 миллионның квартирасы тұр, 90 миллион ақша емес қой, 300 миллионның квартирасында тұрады, например. Себебі олда бағанағы қоғамдық әлеуметтік шектеу жоқ та миында. Ал сіздердің, біздердің, кейбіреулеріміздің дамымай жатқанымыз сол әлеуметтік шектеулерді салдарда, ана кісіден ұят болады ұстап отырайыншы былай деп ше. Неге ұят болады? Ол сенің өзіңнің зонаң ғой, өзіңнің мүмкіндігің ғой, ол саған қарап тұрған жоқ қой, бажырайып. Өле анаң қызын қара деп. Бұл екі. Ең келесі мүмкіндіктер. Неге біз бар мүмкіндіктерді пайдалана алмаймыз? Себебі манағы шектеулер бізде көп нәрсе алып келеді.
мен қолымнан келмейтін сияқты, мен жастай алмайтын сияқтымын. Бұның бірақ жауабы бар. Мен ылғи айтамын барғанда, біздің миымыз ең жалқау жаратылыс, білесіздер ме? Адамның организмінде ми до такой жалқау, что сен қатты сабақ оқығың келсе телефон кіргің келіп тұрады. Біреумен сөйлесе салғың келеді, тапқанда су ішіп келу керек болады. Ішіп жүрген нәрсеміз ғой, оразада шыдайсың ғой бір күн. Жоқ, именно сол бір кітап оқыған кезде су қатты ішкің келіп кетеді. Себебі ми айтады, қой дейді, қайтесің соны? Инстаграмға кіре салайық, давай тиктокқа. Ми до такой жалқау, 21 күн бойы бізбен алысады да. Мына сабақта да лекционный кабинетте байқасаңдар, абсолютті бір түс болады, не үшін? Назарды қою үшін бір жерге. Норвегияның ғалымдары зерттеген, бір адамды пустой кабинетке алып келіп, түгі жоқ. Абсолютті тыныштықта қанша отыра алады дейді, парта мен стол тұрады. Біреу келеді, 2 минуттан кейін столда тұрады, айналады, столдың астын қарайды, ана клетканы санайды, болттарды шешеді, ішіп сатып қойды. Сосын бір-ақ адам отырған ғой, 9 минут шыдаған. Осы сұрамай ма жаңағы, сен қалай оттың 9 минут шыдадың рекорд дейсің. Миымды ойланып отты, не қылды. Сонда ми андайда жыбырлаған нәрседе жеңіл нәрсені жақсы көреді. Сіздердің бірінші жауларыңыз мүмкіндіктерді пайдалануға алып келеді. Ол өзіміздің миымыз, мидағы шектеу, мидағы мүмкіндіктер жоқ, мидың жалқаулығы да. Ана бір ғана нәрсесіне келсем, ана блогер сымақтардың көбісін 21 күн бойы таң атпай 5-те тұр деген. Егер сен сол реально 21 күн бойы 5-те тұрсаң, ми соны үйретіп қалады да, бірақ ол алысады. 4 күннен кейін алыса бастайды, 5 күннен кейін алыса бастайды, ертең істей салайыншы, сосын көре салайыншы, бүйте салайыншы, что-то болмай жатыр, арықтамай жатыр деген сияқты. Особенно біздер сияқтылар. Соның барлығы қарасаңыздар, менің әлеуметтік жағдайыма қасымдағы адамдардың әсері емес қой. Мамам айтпайды тұрма деп, әйелім айтпайды, қызым айтпайды под конец. Өзіміз да. Ендеше кімді біз кінәлаймыз? Билікті ма? Жоқ, бізге стипендия беріп жатыр, докторантураны көтеріп жатыр, мұғалімдерге ақша беріп жатыр, шетелге бар деп жатыр, жас болсаң квартира береміз деп жатыр. Жоқ, жанындағы адамдардың әке-шешең киген, жаса, көр, бар деп жатыр. Басқа ортамда басқаларға бәрібір біз не істеп жатқанымыз. Оказывается, түптеп келгенде өзіміз шектеп, өз мүмкіндігімізді пайдаланбайтын айналып тағы да өзімізді. Сондықтан да естеріңізде болсын, үлкен табыс, үлкен мүмкіндік, үлкен жетістік бәрінің астында өзіңіз тұрады. Өмірді көре беріңіздер. Айтады ғой, өмірді бір-ақ рет түсіреді, мен білмеймін, неше рет түсірген адамдарды көрген жоқпын енді. Ол өтірік ма, ешкім барып көрген жоқ қой. Бірақ мына бір көзіміз ашық, ұйқымыздан тұратын уақыттың барлығы соңғы күнге дейін не мүмкіндік береді, бәрін пайдаланыңыздар. Сіздердің себебі осы шектеуді бұзу, мүмкіндікті пайдалану арқылы ғана көресіз. Бірақ нәрседен қартайғанда отырмау керек та, әттең сол кезде ана 500 теңгеге лотерея ала салу керек деген ой болмау керек та. Вдруг байып кетер едім деген. Оны да көріңіз да. Адам әр нәрсені көру арқылы, адам сүріну арқылы, адам құлау арқылы, адам жеңілу арқылы жетістікке жетеді. Мен Словакия пікірсайыстыққа азамат тележобасын бастаймыз осында. Өткен жылы түсірдік. Бірақ мен сөйлеумейтін адам болғам. Тотығып, маған қарсы ұстамайды, аузын жауылмайды. Бірақ мен сөйлей алмағам шынында. Тотығатын болғам, оны деп ешкім айтпау адам болады деп. Ауылда айтқан, қайтесің, бар ана пикап мініп жүре бер деп, магазин ашып. Бірақ қиналып, оқып, дәлелеймін деп, тырысып келіп, соңында міне бүгінде 56 кубок иегері болдым, 4 рет Қазақстан үздік спикері болдым, қазір осы тележобада ментор болып жатырмын, докторант плюс сіздердің алдарында сөйлеп жатырмын да. Осы нәрсенің барлығында бір нәрсе болады. Бізде еш уақытта ешқандай шектеу болмау керек. Ең соңында бір нәрсе айтайын. Мен жақсы көретін нәрсе көп айтамын. Рокки Бильбао деген бар, фильм білесіңдер ғой да? Ана Сильвестр Сталлоне ауыз күйістік деп ойнады ғой. Сильвестр Сталлоне білесіңдер ме өзі? Қазір я такой Рэмбо дейді. Вот сол кісі өте кедей болған ғой. Сол $50 етін сатып жібереді. Квартирасын төлей алмай. Сосын мынау Рокки Бильбаоның сценарийін жазады да, сценаристерге барып и бір талап қояды. Осы киноның басты рөлін өзім ойнаймын дейді. Рокки Бильбаоның. Ойдан жаратылған жаңағыдай боксер, жетістікке жетеді. $50 сатқан итін $10 000 сатып алады. Енді қуат негізі, бірақ досы болғанша білмеймін ғой. Сонда сол жасанды кинода Бильбаоның керемет сөзі бар Роккидің. Баласы келіп айтады, менің бүкіл жетістігіме сенің күнелгенде қалып қоя беремін дейді. Папасын кінәлап жатыр да, сенің кінәлісің менің күшті болмағаныма, анау, біз бәріміздің бүкпешір қазақпыз ғой, ол да қазақ ғой дейді. Әйтеуір жамандайды бәрін. Соңында күшті бір сөз айтады. Әкесі айтады, білесің ба балам дейді, адамдар дейді жетістікке жету оңай дейді. Повезло қарсы чемпион боласың, ұтып кетесің да. Ең қиыны дейді, өмірде менің ұрғаным емес, біреудің әділетсіздігі емес, өмірдің соққысы дейді да. Өмір бізді аямай бар. Өмір қиындығын береді. Өмірдің соққысына қарсы тұрсаң ғана сен чемпион боласың. Сен досың, жақының, жанындағы әйелің, балаң қатты тұрмайды, достың сатқындығы ешқайсысы қатты тұрмайды. Өмірдің соққысы қатты тұрады. Егер біз сол өмірдің қиындығын берген бір сынағына тұрып кете алсақ, сонда ғана біз чемпион бола аламыз. Мына KFC 73 жасында барып әлемге танылған маман болды, білесіңдер,
Джобс жараң аяқ жүріп, оқудан шығарып жүріп, конечно, әке шешесі бай ғой, бірақ сол атақты жетістікке жету үшін, мына біз айфонды ойлап табу үшін қаншама қиындықтан өтті. Дәл осылай әрбір табысты адамның артын қарасаңдар, үлкен еңбек жатыр. Ешкімге аспаннан саурап түскен жоқ. Енеше мидағы шектеуді жеңіп, 21 күн мимен алысып, барлық мүмкіндіктерді пайдалана алсақ қана біз үлкен табысқа жете аламыз. Тоқтамаңыздар, бұл сіздердің кішкене ғана жетістіктеріңіз бастау болсын. Біріккен ұлттар ұйымында, әлем мойындаған үлкен аренада биікке бара беріңіздер. Ең соңында бейбітшілік туралы айтайын. Мен досым Дубайда қалып қойды алдында. Жағдай жоқ еді, Дубайда қалып қойды. Сонымен күн достарым не істеп жатсың, қалай қиын ба десем, ой рахат дейді. Неге десем, білмеймін, бізге кайф дейді. Біз айтады, баяндамаңдар дейді, елшіліктен келіп айтып кетті дейді жаңағы. Қырғын отыр ғой. Ал кетемін, жағдайын жасаймыз деп. Сонда мен мына көк паспорттың күшіне сендім дейді. Бірінші болып біздерді алып шықты дейді қазақстандықтарды. Кәдімгі бәрі патент болып кеттіңдер ана көк тудың желбіреген отызға іштерінде. Сондай сезім болды бәрімізде. Сонда мен түсінгенім, біз қолда бар дүниенің қадірін білуіміз керек қыздар жігіттер. Қолда бар. Қарапайым сенің алаңсыз ұйқыдан оянғаның. Алаңсыз бүгін міне ораза бітті елде кофе ішемін деп ойлауыңда. Алаңсыз бүгін марапат аламын деп ішіп оларыңда. Сол бір алаңсыз риясыз күннің өзі қандай жатыр. Біз қызыққан арықтардың өзі қалай болып жатыр, астан кестен болып жатыр да. Сондықтан да барды бағалау, оны артық қою, оны көтермелеу ең үлкен бақыт. Мына 90-нан 2000-нің басында біз бейбіт, біз толерантпыз деген түсінбейтін едік қой. Біз қазір түсініп жатырмыз. Қандай астарында қандай мән жатыр. Осындай тыныш елде, еркін өмірде шектеуді бұзып, мүмкіндікті пайдаланып, болашақ Джобс пен Масктар, болашақ Әлихан менен бір жақтар шыға берсін. Марапаттарыңыз құтты болсын, рахмет.